Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге жүгерінің адам ағзасына тигізетін пайдасымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жазғы табиғи витаминнің бірі жүгері. Қазір ол пісіп жетіліп, сауда сөрелеріне шығып та қойды. Оңтүстік өлкелерде оны суға қайнатып, ыстық күйінде сатып та жатады. Тіске жұмсақ, асқазанға жеңіл жүгеріні әсіресе жүрегі мазалайтын жандардың көбірек жегені жақсы. Себебі ол табиғи дәрі-дәрмек саналады. Жүгері дәнінде адам ағзасына қажетті минералды заттар, калий тұзы, кальций, магний, темір, фосфор бар. Сондай-ақ жүгері белогының құрамында лизин және триптофан атты таптырмайтын аминқышқылдары кездеседі. Жүгері ағзаны токсиндерден, клеткаларда жиналып қалған шлактардан тазалайды. Ал собығы жүрек ауруларынан, рактан және қартаюдан сақтайды. Өсіп келе жатқан балаларға жүгеріні көп жегізу керек. Себебі ол салмақ қосуға және витаминдер мен микроэлементтермен қамтамасыз етуге септігін тигізеді. Жүгері В1, В2, ПП витаминдеріне және мыс, никель сияқты микроэлементтерге бай. Аллергия, қант диабеті, семіздік және басқа да зат алмасу процестері бұзылған адамдарға, асқазан жолдары ауыратындарға жүгері жеген аса пайдалы. Жүгері дәнінде ғана кездесетін майлардың құрамында 80% қанықпаған қышқыл ерітінділері бар, ал олар ағзадағы холестеринді реттейді. Сондай-ақ жүгері құрамында көміртегі көп кездеседі. Ал көміртегінің қант құрамындағы қантты реттейтін ежелден белгілі. Орталық жүйке жүйесі ауыратын адамдар мен полиомиелит және эпилепсия мазалайтындарға жүгері жақсы көмектеседі. Жүгерінің бұлшықетке де тигізер пайдасы мол. Бауыры ауырған адамдар жүгері шашағын қайнаған суға шай секілді демдеп ішсе, ауруынан айығады. Емдеу мерзімі жарты жылға дейін созылуы мүмкін. Ал жасаған еміңіз нәтижелі болу үшін жүгерінің піскен болуы шарт. Піспеген жүгерінің шашағының емдік әсері болмайды. Енді жүгерден дәрі жасау жолдарына тоқтала кетейін. Жедел және созылмалы бүйрек қабынуға несеп азайғанда жүгерінің шашағынан 31, кішкентай қызыл бұрыштан да 31, ал арпаның мұртынан 6,5 грамды суға қайнатып, бұқтырып ішіп жүру керек. Қан қысымы көтерілгенде де жүгері шашағын немесе үстіңгі қабатындағы тамырын қайнатып, шай орнына ішуге де болады. Тамырлар тарылып, ұмытшақтық асқынса, 25 грамм жүгері майын күнделікті аспен бірге қабылдап жүрсе, жақсы көмектеседі. Сондай-ақ ұйқыны жақсартып, жүйкені басады. Ал оны күнделікті таңертең және кешке суға қайнатып жеп жүру жалпы ішкі ағза мүшелерінің жұмысына оңды әсер етеді. Міне жүгері собығының денсаулыққа осындай пайдалы жақтары бар. Егер де сіздерге ақпарат пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.